Ой, қыздар бүгін мен тағы да 1.025.000 осыншама ақшаға шопинг жасап қайттым. Енді қазір сіздерге не алғам туралы айтып берем. Ең басында, көшеде жүрген ғой, қыдырып сөйтсем осындай әп-әдемі магазин тауып алдым, представляете? 2000 жылдардағы стильдақ киімдер бар екен, и осындай күшті дамбалдар бар екен. Мен ең біріншіден розовый дамбалды киіп көрдім. Нормально, әдемі, осыны алам деген ойға келдім. Екінші дамбалды киіп көрдім, бірақ бұл тым ұзын екен, қарасаңыздар. Бұны алмайтын болдым. Одан кейін үшінші дамбалды кидім. Мына дамбал прям маған ұнады. Екі дамбал екеу 6,5 теңге, 6,5-7 теңге примерно. Сөйтіп екінші этажында барсам, күшті сумкалар бар екен. Розовый сумканы көрдім, мына көк сумканы көрдім. Розовый заттарым и так көп қойдым да, көк сумканы алам деген ойға келдім. Сосын маған айтады, біздің магазин жайлы отзыв қалдырсаңыз, өзіңіз енді мойынға тағатын украшение тегін алып кетсеңіз болады деп. Ойбай, давай дедім дағында, мына украшениені өзім таңдап алдым. Сөйтіп миллионға сауда жасап қайттым. Бірақ миллион болғанда біздің ақшаға аударған кезде 20,000 теңгеға. Екі штаны бір сумкаға 20,000 теңге. Арзан ба, қымбат па, өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Мен, потом үйге келдім дағыны, фруктыларымды жедім, смузиімді іштім, потом ұйықтадым. Все.